қастерлі анашымның, қорғаймын барасылын, намысын қолдан бермес қазақтың баласымын. Сәлем достым, мен есім Мақсат болады. Мен қазір тұрғын үй құрылыс жинақ банкінде қызмет жасаймын. Дәл осыдан 4 жыл бұрын мен тұрғын үй құрылыс жинақ банкіне жай ғана салымшы ретінде келгем. Ең алғашқы салымды аштым. Ол кезде тұрғын үй құрылыс жинақ банкінде комиссия бар етін. Сол комиссияны төледім. Өзімнің жеке кеңесшім болды. Және де тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің өзге мамандарынан әрқашан кеңес алып отырдым. Сол салым ашқан сәттен бастап, қазіргі уақытқа дейін осы жақында жарты жыл бұрын мен тұрғын үй құрылыс жинақ банкі арқылы баспаналы болдым. Мен өте көптеген, яғни қызықты жағдайларға тап болдым. Яғни маған дұрыс берілмеген кеңес, дұрыс айтылмаған бағыт. Осы жағдайлардың бәрін ескере келе, өзім баспаналы болғаннан кейін менде үлкен бір ой туындады. Жалпы мен сияқты мүмкін адамдар бар шығар, мүмкін бір бағытты дұрыс емес түсінбей қалған, өзіндік бір жүрегінде сұрақ туындап жүрген жандар бар шығар. Неге сол жандарға тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің бүкіл өнімдерін айтып, түсіндіріп, бір бағыт-бағдар бермеске деп. Сондықтан қымбатты дос, қымбатты көрермен, яғни көгілдір экранның ар жағында тұрған үлкен өтініш, тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің басынан бастап, яғни бүкіл өнімдеріне мен тоқтала кететін боламын. Үзбей көріңіз, жалпы видео сізге ұнайды деген ойдамын. Сол үшін тырыстым, бұл видеоға ұзақ уақыт дайындалдым. Жасыратын ештеңе жоқ, үлкен толқу болды. Енді осыны сіздерге ұсынуға сәт келді. Қымбатты көрермен, үлкен зейін қойып көріңіз сұранамын. Бұйыртса, жақын арада сіз баспаналы боласыз.